Барлықтарыңызға сәлем достар. Менің атым Сұлтан. Біз сабағымызды жалғастырамыз. 3-ші юниті. Бұл сабақта біз артикльдер жайлы сөз қозғаймыз, зат есімнің көпше түрі жайлы, және де біздің сөмкемізде кездесетін кішкентай заттар жайлы қарастыратын боламыз. Қалай ағылшын тілінде болады. Сабақты бастамас бұрын біз дәл қазір мына жерде small things дейді, кішкентай заттар, ұсақ заттар. Мына сөздер естеріңізде бар ма? Can you remember 5 things in classroom? Сыныпта кездесетін 5 заттар, 5 зат есіңізде бар ма? Соларды жазыңыз дейді төменде. Мінекей. Бірінші, екінші, осы 5 сөзді жазып шығу керек. Паузаға басып өзіңіз жазып алыңыз. Мен қазір жауабын берем. Жауаптар осындай екен. The board, тақта, the door, есік, a chair, орындық, a laptop, notebook, a window, терезе. Так, оларды білеміз бұл сөздерді. Қазір жаңа сөздермен танысайық. Мінекей бізде small things дейді. Үстелдің үстінде жаңа сөздер, жаңа суреттер тұр. Осылардың аттарын қазір үйренетін боламыз. Бірінші дейді cell phone. Cell phone дегеніміз телефон, сотовый телефон. A bag. Bag дегеніміз сөмке. A bag. A key. A key дегеніміз кілт. An umbrella. Қол шатыр. A credit card. A credit card дегеніміз ол мынандай карточка, біздің кәдімгі Visa, MasterCard деген сияқты төлеп жүрген карточкаларымыз. Алтыншысы photo. Сурет. A watch. Жетіншісі сағат. Сегізіншісі glasses. Ол бізде көзілдірік. Тоғызыншысы an ID card. Ол біздіңше удостоверение личности. Жеке куәлік. A wallet. Ол бізде портмоне. A camera. Ол камера. Және gloves. Ол қолғап. Ал қазірден қалай оқылатын өздер айтылады, соны тыңдаңыздар және қайталаңыздар артынан. 1.64 1. A cell phone. 2. A bag. 3. A key. 4. An umbrella. 5. A credit card. 6. A photo. 7. A watch. 8. Glasses. 9. An ID card. 10. A wallet. 11. A camera. 12. Gloves. Мына жерде айта кететін бір жайт бар. Бағана айтып кеттім, артикльдер жайлы сөз қозғаймыз деп. Артикльдер негізінде зат есімнің, саналатын зат есімнің алдында келеді, жекеше тұрған. Яғни бір сол нәрседен біреу болса, онда артикль қоюымыз керек. A артиклін біз егерде зат есім дауыссыз дыбыстан бастаса қоямыз. A bag. Мысалы, a cell phone, C, B, K көріңіздер ме? A bag, a key. Ал бірақ дауыссыздан басталса, зат есім онда N деген артикльді қоямыз. An umbrella, an ID card. Ал glasses, gloves қоймаймыз. Неліктен? Өйткені олар көпше түрде тұр. Көпше түрдағы зат есімдерде, көпше түрде тұрған зат есімдерге артикльді қойылмайды. Мына сөздердің бәрін жазып жаттап алыңыздар.
яғни an, singular and plural nouns. A top 5 things people live on the are, яғни біріншісінде бізде plane болады. Яғни самолетта топ 5 ең көп 5 ең көп жоғалатын, яғни адамдар қалдырып кететін. Олар сөмкелер, bags, cell phones, телефондар, cameras, камералар, ноутбуктар және үстіне киетін плащ, киімдері. Ал және бізде top 5 things people live on the bus are бізде cell phone, телефон, кілттер, портмоне, плащ және нені жоғалтады екен? Арқаға киетін сөмкені. Енді қазір соны тыңдайық. 1.65. The top 5 things people leave on the plane are 1. Bags 2. Cell phones 3. Cameras 4. Laptops 5. Coats. The top 5 things people leave on the bus are 1. Cell phones 2. Keys 3. Wallets 4. Glasses 5. Bags. Осындай екен. Так, мына тапсырмада бізде complete the chart дейді. Мынаны бізге толықтыруымыз керекпіз. Кейбір жерлерде артикльдерді қою керек, кейбір жерлерде мына зат есімнің көпше түріне өзгертуіміз керек. Singular, жекеше, plural, көпше. Өздеріңіз істеп алыңыздар, пауза қойып, ал мен сіздерге жауабын көрсете берейін. A phone болады. Ал көпше түрі бізде phones. Мына жерде an umbrella. Неге n? Өйткені u дауыстыдан басталып тұр. Және umbrellas. A bag. Жекеше түрі. Bags. Мінекей. Осылай болады екен. Енді біз грамматикаға бір көшейік. Бағана мен айтып кеттім. Жекеше тұрған зат есімдерінің алдында, саналатын зат есімдерінің алдында артикльдер қойылады. Біріншіде мынаны қосып тыңдап, артынан қайталап отырайық мысалдардың артынан. 1.66. What is it? It's a bag. It's a key. It's an umbrella. It's an ID card. Так, осымен бітті. What is it? Қайталаған шығарсыздерді деп ойлаймын артынан, е? Бұл не? What is it дегеніміз бұл не? It's a bag. Бұл сөмке. It's a key. Бұл кілт. It's an umbrella. Бұл қолшатыр. It's an ID card. Бұл жеке куәлік. Use and with words beginning with a vowel дейді. And дауыстылардан басталатын алдына қойыңыз дейді. Мысалы, A, E, I, O, U. Осылардың алдына N қоямыз. Мысалы, an email. Use a with words beginning with other letters. Яғни, бұдан басқа әріптердің әріптермен келсе зат есім, онда оған біз a деген қоямыз. Сонда a book, a pen. Бұл қатты қиын емес, түсінген шығарсыздар. Енді көпше түрін жасалуын көрейік. Қазір біріншіден тыңдап алайық, содан кейін бір түсіндірейін. 1.67. What is it? It's a book. What are they? They're books. They're umbrellas. They're watches. They're dictionaries. They're glasses. Так, біз ережені бір қарап жүрейік. Don't use a and plural nouns. Яғни көпше тұрған
көпше түрдегі зат есімдердің алдына артикльдерді қоймаңыздар дейді. Their books дейді. Олар кітаптар. Неге they? They'ді мен айтып кеткем тек қана адамдарға да емес, оның заттар мен жануарларға да қолдансақ болады. Олар деп. Their books. Оның алдына артикль қоймаймыз. Spelling rules дейді. Plural nouns, көпше түрі, көпше зат есімдер. Singular, жекеше, plural көпше, spelling, мынау қалай жалғанады, жалғау. Байқаған шығарсыздар, S жалғанып отыр көбінесе бізде. What is it? It's a book. They are books. Олар кітаптар. What are they? Сұраулы сөйлемдерде де өзгерді. Байқасаңыздар, is болған, енді are болды. Неге? Өйткені көпше түрде. They. They are umbrellas. They are watches. They are dictionaries. They are glasses. Көбінесе зат есімдерге тек қана S жалғанады. Бірақ жағдайлар болады, тек қана S-ің өзі жеткіліксіз. Мысалы қараңыздар, a book, books болады. An umbrella, an umbrellas, S жалғана салды шай. Ал келесі, егерде зат есім 2 S, CH, SH, S, X осындайларға аяқталса, онда ES жалғанады. Мысалы, a class, classes, көріңіздер ма? ES жалғанда. Содан кейін егерде зат есім Y-ға аяқталып, Y-дың алдында дауысты дыбыс тұрса, дауыссыз әріп тұрса, ондай болса ол Y түсіп қалып, IES-ке өзгереді. Мысалы, a country, countries, a dictionary, dictionaries. Міне, consonant, consonant дегеніміз ол дауыссыз қосылған Y тең болады, осыдан IES болып шығады дейді. Use the singular, use the plus singular or plural nouns, the door, the windows. Ал the артиклін біз жекеше де көпше түрдағы зат есімдерге қолдана берсек болады. Look at the board. Мына тақтаға қарашы. Open the door. Мына есікті ашы. Close the window. Мына терезені жапшы дейді. Мына мысалдарда watch болды. Watches, ES қосылған. Umbrella. Dictionary дегенде мына жерде Y болған. Y-дың алдында R болғаннан кейін IES-ке өзгеріп кетті. Glass дегенде 2S болған, оған ES қосылды. Glasses. Артикльдерді кішкене түсініп қалдыңыздар деп ойлаймын. Pronunciation, так, plurals endings дейді. Plural endings. Көпше түрдегі окончаниелер. Бұл жерде берілген Z, Z, S. Міне осы екі дыбыс берілген. Zebra, Brazil, zero, is, his, snake, 6, 7, Spain, house. Дыбыстардың дыбысталуын қараңыздар деп отыр ғой бізге. Соны үйреніңіздер деп. Міне қазір қосам, осы сөздердің артынан дыбысталады, соның артынан қайталаңыздар. 1.68 Zebra Z Brazil 0 is he's Snake. S. 6. 7. Spain. House. Артынан қайталадыңыздар деген үміттемін. Келесі, listen and repeat the plurals дейді. Енді көпше түрде тұрған зат есімдердің қазір сол айтылады, соның артынан қайталамыз керек. Z дейді. Z дыбысы қай жерлерде болады мысалы? Zebra, chairs, cameras, keys, bags. Snake дегендегі S дыбысы бізде books, wallets, laptops, coats, is, watches, buses, pieces, classes. Ал қосамын, артынан қайталаңыздар. 1.69 Zebra Z Chairs Cameras Keys Bags Snake. S.
books, wallets, laptops, coats, is, watches, buses, pieces, classes. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, мына es шығынған кезде көбінесе is болып оқылады. Қараңыздар. Pronouns endings in ch, ch, sh, s, ss және x болып аяқталатын зат есімдерден кейін қосылған s бізде es болып қосылады ғой көпше түрде. Соны біз is деп оқимыз. Мысалы, watches, glasses, boxes, pieces, pages, brushes деген сияқты. Ал егер де мынау зат есім K, T, P дегендерге аяқталса, оған S шығарған кезде ол S болып оқылады да, S болып оқылады. Ал қалғандарында көбінесе Z болып оқылады. Мына жерде байқағандарыңыз. Так. Мынаны қазір тыңдап отырып, олар жекеше түрін айтады, біз оны көпше түрге айналдырып айтып отыруымыз керек. 1.70 1, It's a photo. They're photos. 2, It's a class. They're classes. 3, It's a key. They're keys. 4, It's a door. They're doors. 5, It's a phone. They're phones. 6, It's a watch. They're watches. 7, It's a dictionary. They're dictionaries. 8, It's a book. They're books. 9, It's a credit card. They're credit cards. Осымен аяқталды бұл тапсырма. Так, мына суреттерге қарайық. Суреттерде бізде не бар? Так, a book, a wallet, a watch, a key, a credit card, an umbrella, a cell phone, gloves, a camera, мына жерде pens, по-моему, ручкалар ма, laptop, a laptop, және мына жерде an ID. Мынау тапсырмада what's in your bag дейді. Сіздің сөмкеңізде не бар дейді. Соның қасына тик қойыңыз дейді. Cell phone, телефон, кітап, кілт, удостоверение личности, a wallet, an umbrella, credit card, a pen. Осылардың қайсысы сіздің сөмкеңізде бар? Соны белгілеп қойыңыз. Так, соңында listeningді орындайық. Listen to 5 conversations, write the thing or things that they say дейді. Қазір 5 түрлі разговор болады, соны тыңдаймыз. Әңгімені соның мына жерге бос орынға заттарды жазуымыз керек. Толтыруымыз керек. Ал, тыңдайық. 1.71
1. Excuse me, miss? Is this your bag? Oh, yes, it is. Thank you. 2. Good afternoon. Hello. We're Paul Jones and Martin Smith. We have reservations. Let's see. Yes, rooms 625 and 626. Here are your keys. Thank you. Thanks. 3. What's that music? Sorry, it's my cell phone. Oh, hi, Andy. 4. Excuse me, what's this word? Look in the dictionary. 5. How much is it? $20. Is a credit card okay? Yes, of course. Так, тапсырма аяқталды. Жазып үлгерген шығарсыздар деп ойлаймын. Үлгермесеңіздер, артқа айналдырып тағы да бір рет тыңдаңыздар. Мен қазір жауабын жаза кетейін. Так. Is this your bag? Біріншісінде. Так, келесі. Here are your keys. Мінекей сіздің кілттеріңіз дейді. Неге келгенде? Гостиницаға келгенде береді. Так, sorry, it's my cell phone. Оның телефоны ойнап қалады. Сондықтан cell phone, так. Look in the dictionary. Бір сөзді сұрайды, сөз қалай айтады. Look in the dictionary. Сөздіктен қараңыз. Так. Сонда сұрайды, төлеп атқан кезде is a credit card. Окей. Болады ма деген сияқты. Достар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.